Сәлеметсіздер ме, құрметті білімгерлер? Сіздермен бүгінгі өтетін тақырыбымыздың аты кәсіпкерлік құқықтық қатынастар және оның элементтері. Сабағымыздың мақсаты кәсіпкерлік құқықтық қатынастар жайлы тереңдете білу, нормативтік актілермен жұмыс жүргізу. Елбасы кәсіпкерлікті кешенді дамытуға құқықтық база дайындау керектігін бүгін тағы да тапсырды. Осыған орай экономист ғалымдар өз пікірін білдірді. Қазақстан Республикасының президентінің депутаттардың алдына қойған мәселесі өте актуальды. Қазір әр ел бірінші өз экономикасын көтеру керек. Егер кәсіппен сіз айланысқыңыз келсе, менің ойымша 1, 2, 3 жылға шейін ешқандай салық салмау керек. Бұл инновациялық кәсіп. Жай кәсіп емес, алып сатар емес. Ол ғылымнан, жаңа технологиямен келетін кәсіп. Мені соған 1-2 жыл салық салмау керек. Сонда кіші инновациялық кәсіп бізде дамиды. Миға шабуыл жасау мақсатында сұрақтар қою. Берілген есептер бойынша жұмыс жасау. Бақылау сұрақтарын қою арқылы білімгерлердің білімдерін қорытындылау. Білімді бағалау жүйесі. Сабаққа қатысуы 10 балл, өз пікірін білдіру 20 балл, үй тапсырмасын өткізу 20 балл, сабаққа белсенділігі 20 балл, ғылыми көзқарасын білдіру 10 балл, материалды толық меңгеру 20 балл. Қолданылатын әдебиеттер.